Мен бүгін қатты қуанып тұрмын. Негізі айтады ғой, балаға внимание жаса, балаңды да жақсы көр, үлкен балаңды да деген сияқты. Ол жақсы көр деген тек қана құшақтау емес екен, мамалар. Мен ойлайтын, үлкен қызымды құшақтап жүрмін ғой, керек ақшасын беріп жүрмін ғой, неге ол осындай қырсық, неге қисаят деген сияқты қызыма ренжитінмін да. Содан соның шешуін бүгін тапқан сияқтымын. Ол не? Яғни бүгін мен қызыма айттым да, бір күшті лентадан кездесіп қалды фотосессия. Соң қызым айттым, қызым, саған осындай фото жасайық па? Ертең парк жаққа барайық, талдың түбіне күшті жасыл жерге фотосессия жасаймын. Я, мама, деп қуан. Содан бүгін фотосессия жасадық. Қызыме ұнады. Оның үстіне тағы да менің ұтқан бір плюсым, қызым 6 ай бойы өнер мектебіне баратын, соған бармай қойған. Вообще бармай тұйықталып кетті. Бұрынғыдан да тұйықталып кеткен болатын. Енді жаңа сағат 5-тің кезінде, 4-тің кезінде дайындалып, уже 5-тегі сабағына өзі кетті. Бұның дағы менің айтайын деп тұрғаным не? Яғни балаға вниманияны тек қана құшақтап, тек қана ақша беріп қана біз жасай алмайды екенбіз. Яғни баланың не қалап тұр, соны бірге жасау керек екенбіз, мамалар. Так что егер үйде подросток балаларыңыз далаға шықпай қойса, сізбен қырсығып алатын болса, сөйлеспей қоятын болса, мінезі бұзылып жүрген болса, онда дәл осы лайфхак жасаңыздар. Мен өзім қатты қуанып тұрмын. Бір жағынан жылағым да келіп кетті өзше. Қызымды шығарып салдым да, содан ойланып қоям. Фотосессия жасамағанда, мүмкін бүгін тағы да үйде отырушы еді соткада деп. Сондықтан мамалар, үлкен балаларыңызға внимание жасаңыздар. Оларға біздің қамқорлығымыз керек. Оларға өзінің возрастындағыдай не қалап тұр соның жасындағы балалар. Соны бірге жасау керек екен. Менің түйгенім осы. Егер сіздердің де балаларыңызда осындай проблемалар болып жүрсе, онда комментарийға жазыңыз. Баламен бірге жұмыс жасайық.